қариялардың жанында батасын тыңдау, асқа бұрын қолын созбау деген секілді әке ар жағын реттеу керек деген ер балаға қатысты нелерде ше. Осы бір 7 жаста неде қазақи мысалы ортада ол осылай айтылды, солай қабылданды. Тіпті 7 жасқа дейін патшаңдай сыйла деген сөз де бар да негізі. Оның бір көп жағдайда бізде осыны бір патшаңдай деп дәл ғана бағана осы жерге жатқан кезде бір кісімен сөйлесіп қалдым да негізі жүргізушімен. Сол айтып жатыр да, мен балаларымды енді 5 жасқа дейін 7 жасқа дейін көп мән бермеймін, олар әйтеуір жүр дейді. Одан кейін бірақ кәдімгідей қаққанда қан деген секілді, соққанда сөйлем деп қойған сияқты қатал қараймын дейді да өзі. Өйткені менің әкем сондай болған деп тәрбиесін айтып жатыр да өзі. Ал бірақ бізде 7 жасқа дейін деген кезде сонда 7 жасқа дейін ол бала ерігіп былайша айтқанда фундаменті қалыптасатын кезде былайша айтқанда фундаментті біресе цемент шашып жібере салып құмды қалай есептемей шаша берсең ол фундамент болмайды ғой. Сол секілді бұл 7 жасқа дейін ханыңдай патшаңдай сыйла деген кезде хандар патшаларға қалай қызмет көрсеткен да, олар білім алған уақыттар болған, аңға шыққан серуен деген болған, олар былайша айтқанда өнер үйренген. Хандардың алдында түрлі қызметтер бар ғой. Онда ханды бұл қарайықшы, бір президенттің күн тәртібін қарайықшы, бір аптадағы жоқ дегенде. Біз тек қана ханындай сыйла дейміз да, баланы өз бетінде жіберіп бос бөлме қылып аламыз. Ертең сосын ол арқасын кеңге салып ешкімге тыңдамайтын бала шыққан кезде, мынаны енді ұру керек екен деген нәрсе шығады да. Мысалы, бағанағы кісінің ана жүргізушінің айтып жатқаны, бірақ әкем мені ешқашан ұрмады дейді да. Қабағымен бір алайып қараған кезде дейді да, бәріміз қоя қалатын. Бірақ ол жерде анасы дана болып тұр да. Әке идеясын ана өсіру керек. Әкеңнен ыңғайсыз болады деген секілді, әкеңмен ақылдас деген секілді. Бізде кішкене сол әкелердің қабағының ар жағында мейірім жатады, бірақ соны тарқатып беретін, сол жылудың былайша айтқанда ар жағында ашып беретін аналар болған кезде сондай болған да ерте жаста. Ал дәл қазір мысалы ол бір қарағаннан түсінбейді ол кейбір балалар мысалы ше. Оны айтып жатқан әкелер қарап тұрасың ба, жанына барсаң телефонға отырып қалғандар бар да. Сондықтан ол сенің қарасын. Сондықтан ханыңдай патшаңдай сыйла деген аралықта қарайықшы біз. Әлгі корольдік мемлекеттер бар ғой, мысалы хандық нелер бар. Кезіндегі хандар соған қандай қызметтер жасалынған бір қарап шықсақ та, содан кейін айтсақ та, онда болады екен ғой деп. Онда осы жерде бір шешім айтайық та енді. Біз жаңа отырмыз ғой, 7 жас деп. Енді сіздер қазір еңбек жазып жатсыздар, яғни база болу керек деп отырсыз әр атада, минимум бір база болу керек. Енді ол база бізде қазір нарықта барынша қалыптасқан, енді кезінде бүйтіп келген, кейін жоқ болып кеткен деген сияқты бір ортада үзіліп қалған. Аштық бар, анау бар, мынау бар. Енді қазақ мың өліп мың тірілген қазақ, ортада біразақтан үзіліп қалдық. Енді сіздер осыған бір база жасап жатсыздар. Сол жер айтып кетсеңіз. Жалпы анау педагогикалық минимум туралы айтып жатырмыз ғой. Жалпы біз өмірде жаңағыдай айтқанымыздай көп салада белгілі бір минимумдарды меңгергенбіз. Біз баяғыда біздің үйде кішкентай кезімізде 40 парыз деген кітап болып еді. Ол жерде енді әкеміздің кітабы ғой. Сол мұсылманшылықтың 40 парызы жазылған да, ол кішкентай ғана кітапша. Былай қарасаңыз, біздің әкеміз молда емес, басқа саланың адамы болған, бірақ ол мұсылманшылықтың минимумын берген кітап болды да, былай қарағанда. Ол өмірде басқа саланың өкілі болуыңыз мүмкін, бірақ сізге былай қарағанда өміріңіздің өрнегі болатындай ең негізгі ережелер қамтылған кітап. Темірқазық. Сол сияқты бізге педагогика саласында да 40 парыз керек. Әрбір ата-анаға. Ол педагог болмаса да, басқа саланың өкілі болса да, 40 тақырыпты қамтыған бір еңбек бастадық. Ол қандай кітап деген кезде, осы мынау әрбір ата-ананың өмірінде кездесетін ең үлкен проблемалар бар ғой, баласына қатысты. 7 жасқа дейінгі баласы бар ата-аналардың барлығы міндетті түрде білуге тиісті тақырыптардың тізімін жасадық. Ол жаңағы Мағжан Жұмабаев тәрбиені екіге бөліп қарастырады ғой. Жаңағы дене тәрбиесі, жан тәрбиесі дейді. Жан тәрбиесінің өзін ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, құлық тәрбиесі деп бөледі. Сонда дене тәрбиесімен қосқанда 4 түрлі тәрбие бар дейді. Балам адам болсын деген әрбір ата-ана осылардың әрқайсысына дұрыстап көңіл бөлсін дейді деген секілді. Енді біз осы 4 түрлі тәрбиенің негізгі салаларын қамти отырып кітап құрастырып жатырмыз. Және бұлардың 40 тақырыптың барлығы негізі жазылған, зерттелген, керемет еңбектер бар. Өкінішке қарай қазақ тілінде емес. Біз сол әлемдегі ең соңғы зерттеу еңбектерін алып, бойымыздан өткізіп, өзіміздің қазақы болмысымызға, қалпымызға салып, біздің этнопедагогикамызда, ұлттық тәрбиемізде қалай болды, бұған қатысты алашарыстар не деп айтты, басқа деген секілді осылардың барлығын електен өткізе отырып, соңғы ғылыми жаңалықтарды қамти отырып, өте қысқа нұсқа жалпақ тілмен, қарапайым тілмен
ата аналардың қолына ұстатамыз. Мысалы қарапайым ғана баланы кітап оқуға баулу деген тақырып өте өзекті тақырып. Бұл туралы жазылған, бұл бағытта жазылған кітаптар өте көп, жүздеген кітап бар. Бірақ оның барлығын оқып отыратын ата аналардың уақыты да жоқ. Біз сол кітаптардың, зерттеулердің барлығын танысып, сол бағыттағы теориялардың барлығын былайша айтқанда жүйелеп, өте қарапайым тілмен, жалпақ тілмен ата аналарға 20 беттік жол картасын ұсынамыз. Ата ана қатты қиналмай ақ қойсын, өте қарапайым сөйлемдермен, қарапайым тілмен, кез келген ата ана түсінетіндей, міндетті түрде филолог болу шарт емес. Кім болса да, ең бастысы ата ана болса, сол ата ана түсінетіндей тілмен жазып қолына ұстата қоямыз. 20 бетті ол асып кеткенде бір жарты сағатта оқып шығады. Жарты сағаттың ішінде ол сол тақырыпты оқып, баласына қолданатындай бір қолданбалы жаттығуларды береміз, ұсына қоямыз. Бұл бірінші тақырып, бұл баланың әлемін танитын тақырыптар. Бала тану ғылымына кіріспе деп айтуға да болады. Ол бала дегеніміз кім? Бала қалай есейеді? Бала есейіп жатыр. Бір ағамыз айтқандай, кеше ғана кішкентай сияқты еді, балам бүгін қарасам есейіп кетті, өзіме ақыл айтып отыр дегендей. Яғни есеюдің де өзінің теориялары бар екен. Ол өзінің кезеңдері бар, баланың есейетін бір ғылымда қалыптасқан жүйесі бар. Баланы белгілі бір нәрсеге баулу деген нәрсе бар сосын. Оны өнерге баулу, спортқа баулу, ғылымға баулу, кітапқа баулу, басқаға баулу, атқа мінуге баулу деген сияқты неше түрлі нәрсеге баулуға болады. Бірақ сол баулу кезінде ескерілетін белгілі бір ғылыми принциптер бар ғой. Сол принциптерді бір тақырып ретінде ұсынамыз.